мамандардың айтуынша азоттың айтқышынан ерітінді жасап, қарбыз қауынның түбіне құяды екен. Демек, ол төменгі бөлігінде шоғырланады. Сондықтан қабығына жақын бөлігін жемеуге тырысыңыз. Ал қарбыз таңдағанда нені ескеру керек? Жақсы қарбыздың пішіні шар тәріздес, ал салмағы шамамен 6-10 келі аралығында болады. Қарбыздың өскіні жуан, құрғақ және сарғыш болу керек. Егер жасыл болса, демек жеміс піспеген. Егер қарбызда сары дақ болса, еш уайымдамаңыз. Жермен жанасқан жері сарғайған болса, демек қарбыз бабымен піскен. Ал сары дақтың көп болуы жылу мен күннің жетіспеуінен. Мұны да ескеріңіз. Қарбыз таңдағанда осылай ұрып көріңіз. Егер қатты дыбыс шықса, демек піскен. Нитриттер оның құрамында болатын болса, ең бірінші ол канцерогенді эффект береді. Канцерогенді эффект ондай қарбызды сіз жиі тұтынатын болсаңыз, асқазан ішек жолыңызда аурулар туындайды. Оның ішінде асқазан жарасы, ішекте калиттер, әртүрлі диарея туындауы мүмкін. Және де нитратталған қарбыздан сіз бірден токсинді эффект байқайсыз. Әсіресе балапандарға беру кезінде абай болу керек. Бірден диарея, улану симптомдары, тіпті жоғары температура, лихорадка, судорогиға дейін баруы әбден мүмкін жағдай болады. Мамандар тұтынушыларға қарбызды арнайы сауда орындарынан алуға кеңес береді. Көше жол бойынан қарбыз сатып алмаған абзал. Себебі жеміс аз уақытта автокөліктен шығатын улы газды сіңіріп алады екен. Салдарынан түрлі ішек ауруына шалдығуыңыз мүмкін. Ең бірінші қан диабетінің екінші типіндегі адамдарға қарбыз жеуге болмайды. Сонымен бірге бүйрегінде тасы бар жандар қарбыздан алысырақ жүргені дұрыс. Сонымен бірге панкреатит ауруы болса да, ұйқы безі қабынса, қарбызды өте аз мөлшерде, не болмаса мүлде тұтынбағаныңыз жөн болады. Балаларға негізінде маман ретінде мен 2 жастан асқан кезде 1,5-2 жаста ғана беруді құптаймын, және де 200 граммнан көп емес мөлшерде. Қарбызға дәрі қосылған анықтауға болады. Ол үшін бір тілімін суға салыңыз. Егер су ақ түске боялса, демек құрамында нитрат жоқ. Ал қызыл түске боялса, демек дәріленген.